Сәуір болмай, тәуір болмайды дейді қазақтар. Орыстар не дейді? 1 апрель никому не вер дей ма не дейді? Қазір қаладан шығып бара жатырмын. Патрульдік полициялардың көліктері көп екен, кәдімгідей таяқшамен тұр екен. Не болып қалды деймін де жаңағы. Енді кешелі бері хабар тарап жатыр ғой. Астанадан, Қарағандыдан усиление келді, анау мынау дейді. Аль-Фарабидегі ДТП-ға байланысты деп жатыр біреулер айтады. 1 апрельде салық кім төлемеген, сол салық төлемеген адамдар тексеріп жатыр дейді. Не де болса да тыныштық болсын, достар. Қазір қаладан шығып келе жатырмыз. Ұзын ағаштың посты, достар. Жаңа ана жерде, осы бір 5 километр жерде трехножка дейді ғой, жаңағы камера фиксация тұр. Байқап жүріңдер. Мына жерде уже қанша отыр бұлай, ау. Мына жерде бір 2-3 патруль тұр ғой, мына жерде. Еще бізді тоқтатып отыр бізді қазір. 3 патруль тұр ғой мына жерде. Көрейік не дер екен, не үшін тоқтатты екен. Ассалаумағалейкум, полицияға алейкум. Қалдарыңыз қалай? Қай жаққа жол тартып тұрсыздар? Не үшін тоқтаттыңыз бірінші? ОПМ болып жатыр, қазір ана қалада ДТП-ны көрген шығарсыздар. Қай жаққа шығып бара жатсыздар қазір? Ол сол үшін тоқтап сұрау керек пе не? Қазір ана соңғы кезде көріп жүрсіздер, ДТП көріп. Ол не болды? Оның бізге не қатысы бар? Бізге қатысы жоқ. Бәрімізге қатысы жоқ оның. Маған? Әркім Қазақстан азаматы болғаннан кейін білу керек пе? Біліп отырмыз ғой. Білген несі бар? Полиция тоқтатты. Менің бірінші сұрағым оған, не үшін тоқтаттың дедім да. Ол бұл айтады бізге. Қайда бара жатсыңдар дейді. Қызық, я. 3 патрульный машина тұрды, 3-еу. Оның алдында трехножка тұр, камера. Мен айтып не үшін тоқтаттың деп. Қайда барасыңдар дейді маған. Бұлар қызығатын болыпты мен қайда баратынымды. Сонымен в общем сөйлестік. Екіншісі келді, екіншісімен сөйлестік. В общем бізде жолдарыңыз болсын, анау мынау деп бізді шығарып салды. Жарайды деп. Екіншісі более адекватный екен. Действительно көп екен. Жол бойы полиция қызметкерлері енді жұмысын жасап жатқан шығар. ОПМ дейді жаңа. ДТП-ға байланысты деп өздері айтып жатыр. ДТП-ға байланысты анау. Енді дұрыс қой. Ол ДТП болмай тұрып, ГАИ қызметкерлері негізгі олардың мақсаты ДТП болсын, қылмыс болсын, соларды алдын алу. Болғаннан кейін емес. Болғаннан кейін елді мазалап, осылай тоқтатып, іздеп, жаңа қашып кеткен біреулердің мысалы. Іс қозғап жоқ. Жалпы полиция, ГАИ қызметкерлері жалпы бұлар любой қылмыстың алдын алып отырса, түсіндіріп, жаңа мысалы бізге екіншісі келіп дұрыстап түсіндіріп айтты. Байқаңыздар, 110, асырмаңыздар, жаңа ремень тағып отырыңыздар, асықпай жолда тоқтап дем алыңыздар деп екіншісі дұрыстап, әдемі түрде түсіндірді. Рахметімізді айтып, міне жолға кетіп бардыңыз. Ал әр мамандық өзінің иесі ғой енді. Сол әр мамандық иесі өзі дұрыстап жұмыс жасаса, әділ жұмыс жасаса, коррупциядан алыс болатын болса, біздің Қазақстан мынандай мемлекет болатын едік та. Көріп отырсыздар ғой, кейінгі кездері біраз белсенділерді ұстап жатыр. Отбасыларына аман-есен барсын деп, оралсын деп тілейміз. Заң бар, Аллаға шүкір. Президентіміз әділ Қазақстан деп айтып жатыр. Еститін Қазақстан бар деп жатыр. Осының бәрі бекер емес деп ойлаймын. Алла қаласа, бұның да бір жақсы нышандары болады, жақсы нәтижелер болады деп сенеміз. Ең бастысы елімізде тыныштық болсын. Әсіресе мынандай біз енді сапарда жүргеннен кейін қазір дұға жасап қояйық. Негативті көп таратады деп айтады бізді, бірақ негатив емес, мәселе шындықты айту. Және де шындықты айтқаннан кейін шындықтың ар жағында бір сол шындыққа жауап кесе екен деген ниет. Баршаларыңыз аман болыңыздар, достар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашанда аспанымыз ашық болсын. Анықталған кемшіліктерге байланысты кадрлық шешімдер қабылданды. Министрдің бұйрығымен Алматы қаласы полиция департаменті бастығының сыртқы қызметтер мен жол қауіпсіздігін қадағалайтын орынбасары, сондай-ақ әкімшілік полиция және қоғамдық қауіпсіздік басқармаларының басшылары қызметтерінен босатылды.